Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін ораза туралы сөйлесеміз. Оразаның 3 түрі бар екен. Бұны ғалымдарымыз айтады. Хадисте немесе Құран аяттерінде келмеген ғалымдарымыз адамдардың ораза ұстауына қарап, адамдар осы бір 3 түрдегі оразаны ұстайды деп айтады. Соның біріншісі бұл жалпылама ораза, яғни басым бөлігі адамдар ұстайтын ораза дейді, немесе жалпыға арналған ораза деуге болады. Яғни ол адамдар не істейді? Оразада жеп ішуден тыйылады. Сонымен бірге өздерін, яғни әйелдеріне жақындаудан, немесе әйелдер болатын болса күйеулеріне жақындаудан ғана тоқтайды дейді. Яғни осымен оразасы шектеледі. Таңертең сәресі уақытында аузын бекітеді, кешке дейін тек қана жеп ішуден, сонымен бірге күйеуіне немесе әйеліне жақындаудан тоқтайды деп айтады. Ал екінші дәрежелі ораза бар, яғни бұдан жоғары болған ерекше ораза. Бұл оразаны ұстайтын адамдардың санының аздығында айтады. Бұл оразада адамдар не істейді? Жеп ішуден тыйылады, отбасына жақындаудан тыйылады, яғни әйелдер күйеулеріне, күйеулер әйелдеріне. Сонымен бірге бұл кісілер көздерімен де ораза ұстайды, құлақтарымен де ораза ұстайды, аяқтарымен де, қолдарымен де ораза ұстайды. Яғни көздермен ораза ұстауы бұл харамға қарамауы, харамнан алыс болу мәселесі. Біз бұдан 5-6 жыл бұрын сабақ оқып жүрген кезімізде ораза кездерінде ұстаздарымыз бізге айтатын: әлеуметтік желіде отыруды қысқартыңдар. Мен айтатынмын сол кезде: ұстаз, не болады, ода тұрған ештеңке жоқ қой десем, сен әлеуметтік желіде отырған кезіңде, яғни рилс қарауы мүмкін, пост оқуы мүмкін, яғни қолыңды төменнен жоғары қаратай свайп жасайсың. Жоғарыға көтеріп отырған кезіңде сенің лентаңда қазір көріп тұрған нәрсеңнен кейінгісі не шығатын білмейсің. Одан кейінгі шығатын нәрсе бәлкім харам болуы мүмкін. Яғни сенің зейініңді алып қоюы мүмкін, сенің назарыңды алып қоюы мүмкін. Сондай бір әсерлі нәрсе болуы мүмкін. Ол бәлкім сен тахаджудке тұрғаныңда да ойыңның бір бөлігі сода болып қалуы мүмкін деп айтатын. Сол үшін оразада ұстаздарымыз бізге осы нәрсені көп қайталайтын: телефон қарамауды, бос сөз сөйлемеуді. Бұл нәрсені біз де айналамыздағы жақындарымызға ескертеміз. Егер мүмкіндігі болатын болса, сол бір әлеуметтік желімен жұмысыңыз болмайтын болса, тек қана жеп ішуден емес, бәлкім осындай бір көзіңіз харамға түсіп қалуы мүмкін болатын нәрселерден де ораза ұстауға кеңес береміз. Ал одан кейінгісі есе бұл көзбен, одан кейінгісі құлақ және тілмен ораза ұстау. Міне бұл өте маңызды болған нәрселер. Қазіргі заманда өкінішке орай өзіміздің де бойымызға сіңіп кеткен нәрселердің бірі: адамдар туралы өсек айтамыз, ғайбаттаймыз. Ал түбінде есе бұл нәрсе ақиқат қой деп қоямыз. Енді біз түсінуіміз керек. Біз айтып жатқан нәрсе, егер ол адамға, ол адамның бойында болатын болса сол сипат, бұл өсек болуы мүмкін, ғайбат болуы мүмкін. Сіз ақиқатты айтып жатқаныңыздың өзі күнә. Ал егер біз айтып жатқан сипат ол адамның бойында болмайтын болса, ол жала болады. Кейде біз осылай ақиқатты айтып та Алланың қасында дәрежемізді түсіріп алуымыз мүмкін. Алланың қасында күнәһар құлдардың қатарына кіріп қалуымыз мүмкін. Амал дәптеріміз сол жағымыздан беріліп қалуына да себеп болуы мүмкін бұл нәрселер. Әсіресе оразада. Аллах Тағала оразада сауапты үйіп төгіп берем деген кезінде біз осы тілімізбенен сауап алудың орнына күнәні жинап қалмайық. Яғни кеше сабағымызда айтқандай, нафақ түнелден, ораза түнелінен кіріп барған кезімізде Аллах Тағала бізге екі жағымызға сондай бір сауаптарды беріп қойған: кім қалағанынша алсын. Кім қалағанынша алсын, бірақ та шайтан біздің сол жерден бірде-бір ризық алғанымызды қаламайды, бірде-бір сауап алғанымызды қаламайды. Сол үшін біздің тілдерімізді де, құлақтарымызды да күнәға бейім етіп тастаған, әдет етіп тастаған, қалыпты жағдай болып қалған біз үшін. Міне осы жылғы оразада иншалла осы бір ерекше адамдардың оразасын ұстауға тырысып көрсек. Көздерімізбен, құлақтарымызбен, тілімізбенен. Кейде біз айтамыз: мен айтып жатқан жоқпын, ол айтып жатыр дейміз. Шариғатта мынандай нәрсе бар: айтуға болмайтын нәрсені тыңдауға да болмайды. Яғни
айтуға болмайды, боқтық сөз айтуға болмайды. Адамдардың абыройын түсіруге болатын сөздерді айтуға болмайды. Адамдардың үстінен күлуге болмайды, келеке етуге болмайды. Тура солай бұл нәрселер өсекке, ғайбатқа кіргеннен кейін, харам болғаннан кейін ол нәрсені тыңдауға да болмайды. Ол нәрсеменен біз бәлкім құлақтарымызбен басқа бір нәрселерді тыңдауымыз керек еді. Ал барып белгілі бір дұрыс емес орталарға кіріп алып, мен айтып жатқан жоқпын, ең маңыздысы осы дейтін болсақ, біз қателесіп жатырмыз. Осы оразада азайтайық. Мүмкіндігі болатын болса, белгілі бір орталарды уақытынша қысқартсақ, ешкім ренжімейді. Біз мұсылман мемлекетінде тұрғанымыздан кейін, айналамыздағы адамдардың басым бөлігі мұсылман болғаннан кейін, айналамыздағы адамдарға жігіттер мен қыздар, мен биыл оразаны бір ерекше өткізгім кеп еді, сол үшін уақытынша жалғыз қаламын, бір өзім болам бір ай бойы дейтін болса, ешкімге ренжімейді, керісінше қуанады, Алла қабыл етсін дейді. Мысалға менің айналамдағы адамдар маған айтатын болса, мен бір ай бойы сізбен хабарласа алмаймын, бір ай бойы мен әлеуметтік желі қолданбаймын деп менің айналамдағы бауырларым айтатын болса, онымен ешқандай бір жұмыстық қарым-қатынасым болмаса, мен қуанамын, Алла қабыл етсін деймін. Тура солай сізге де біреу айтса, сіз де қуанасыз. Әлде бір кім адамдардың көңілі үшін Алланың разылығын төмендету, Алланың разылығын қою, бұл адамды қорлыққа алып келуі мүмкін. Бұл адамды абыройсыздыққа алып келуі мүмкін. Ал одан кейін келсе, қолдарыменен, аяқтарыменен ораза ұстау. Яғни харам болатын жерге бармау, Аллах Тағала тыйым салған әрекеттерді қолменен жасамау. Одан кейінгі оразамыз бар екен, бұл 3-ші дәрежедегі ораза. Аллах Тағала баршамызды осы бір оразаға жетуімізді, осындай бір ораза ұстауымызды нәсіп етсін. Бұл оразада бағана айтқанымыздай жеп ішуден, отбасынан алыста болудан, қарым-қатынаста, одан кейінгі сесе қолдарыменен, көздеріменен ораза ұстайды. Және бұл адамның әлгі 2 дәрежедегі адамнан айырмашылығы, жүрегінде күнәға деген ынтықтық болмайды. Жүрегінде күнәға деген қалаудың болмауы. Ойында, пікірінде тек қана Алланың разылығын ойлауы. Біз ораза ұстаған кезімізде адамдар туралы кейде пікірлер келіп қалады. Пәленше андай адам, түгенше мынандай адам, мен тек қана ойлап жатырмын. Айтсам күнә, ойласам күнә емес қой деп, біз харам болған нәрсені ойымызда ұстап жүретініміз бар. Кейде болып қалады пендешілікке салынғанымызда. 3-ші дәрежедегі адам міне осы, бұл жүрегімен де ойымен де ораза ұстайтын адам. Бір адам туралы жаман ой, пікір келіп қалатын болса, не істейді? Ол адам бірден ойында, жүрегінде Аллаға бұрады, зікірге бұрады. Маған қазіргі сәт адамдар туралы ойлау үшін, адамдар аңду үшін берілген емес, бәлкім бұл сәт маған не үшін берілген? Қазіргі сәтім Алланы зікір ету үшін, күнәдан тазаруым үшін, Аллаға жақындауым үшін берілген. Әлде бір кім адамдардың жасап жатқан амалы қандай, оның оразасы қандай, оның Құран оқи алуы қандай, оны сынау үшін, оны бақылау үшін, оның артынан аңду үшін емес. Бәлкім бұл нәрсе берілген бірақ нәрсе үшін Аллаға жақындау. Басқа нәрсе жоқ. Яғни біз ораза айына кірдік па, иншалла Аллах Тағала осы әрбірімізді сол күнге жеткізсін. Оразаға кірген сәтімізден бастап, сәресі уақытынан кейін ауыз беркіттік па, жүрегімізде адамдарға деген реніш, өпке, жек көру болатын болса, сол нәрсені дұға жасайық қазірден, Аллах Тағала алып таста. Жүрегімде сенің құлдарыңа деген бір өшпенділікпен оразаға кіріп бармайын. Таза жүрекпен, сау иманменен, таза ойменен оразаға кіріп баруды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Міне осылай дұға жасап жүріп, оразаға кірген сәттен бастап, ойымызға қандай да бір жаман ой келетін болса, астағфирулла. Қандай да бір жақсы ой келетін болса, альхамдулилля. Адамдар туралы бандай бір сынау, адамдардың бандай әрекеттері бізге ұнамайтын болса, ол әрекеттердің бізге еш қандай қатысы жоқ па, ол нәрсеге араласпау. Әркімнің өз таңдауы бар, әркімнің өзінің тағдыры бар, әркімнің өзінің бақыт жолы бар. Мысалға, менің өмірлік ұстанымым ол маған ұнайды. Мен осымен өмір сүріп жатырмын. Бұл басқа адамдарға ұнамауы мүмкін.
мен ол нәрсеге ренжімеймін, ол адамдардан маған ренжімеу қажет. Басқа адамдардың өмірлік ұстанымы маған ұнамайды, бірақ ол нәрсе маған ол адамның өміріне араласуға, ол адам туралы бір пікір айтуға хақым жоқ. Біз кейде айтамыз, бұл менің ойым, бұл менің пікірім деп аузымызға келген нәрсені айтып жібереміз. Ой еркіндігі, пікір еркіндігі бар, бірақ ой еркіндігі де, пікір еркіндігі де бір адамның ар-ожданына, бір адамның отбасына, бір адамның намысына келген кезде тоқталады. Біз ойымызды, пікірімізді жағдаяттарға қатысты айтуымыз мүмкін шығар, бірақ та адамдардың тұлғалығына ешқашан тиісе алмаймыз. Міне осы оразада осындай бір нәрселерден сақ болу керек. 3-ші дәрежедегі адамның оразасы осы. Бұл адамның тілінен де ешкім зиян көрмейді, бұл адамның қолынан да ешкім зиян көрмейді, сонымен бірге бұл адамның жүрегінде де ешкімге деген өкпе, реніші жоқ. Аллах Тағала осындай бір оразаға, осы бір дәрежеге жетіп баруымызды нәсіп етсін. Бірден болмауы мүмкін. Биыл енді бастап келесі жылы одан да жақсырек ораза ұстауға, одан келесі жылы тағы да жақсырек ораза ұстауға, осындай бір қадам-ба-қадаммен жетуге де болады. Бірақ та қаншама жылдан бері ораза ұстап жүргендеріміз бар арамызда. Ниет етіп жүргендеріміз бар. Алғаш ораза ұстап жатқан адамда ниет ете берсін. Өйткені ғибадаттың кемелділігін Аллах Тағала береді. Ғибадаттың кемелділігін, ғибадаттың сәкинасын, ғибадаттың ішіндегі ақаулықтардан сақтап қалатын Аллах Тағала. Ал оған жеткізетін біздің шынайы дұғаларымыз, ниетіміз, Алладан басқа ештеңені үміт етпеуіміз. Кеше пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, кімде-кім оразаны жалғыз Алладан сауабын береді үміт етіп ұстайтын болса, Аллах Тағала ол адамның бұрын соңды күнәларын барлығын кешіріп жібереді дейді. Осындай бір осы нәрсені алға тартып, Аллах Тағала менің өткенімдегі күнәларым өте көп, осы оразада кешіріліп кетсін. Сол үшін мен осы оразаға аман жеткіз, сау жетейін, өзің қалайтын дәрежедегі оразаларды ұстауды нәсіп ет деп тұрып, біз оразаға кіріп баруымыз керек. Сонымен бірге, егер біз адамдарды сынайды екенбіз, оның астарында жатқан нәрсе, біз адамдарды сынау арқылы сол сынақ ертең өзімізге де келуін қалауымыз бар. Омар радиаллаху анху айтады, егер бір мұсылман басқа бір мұсылман адамның жасаған әрекетін үстінен күлетін болса, сынайтын болса, сол сынақ өзінің басына келмей ол адам өлмейді дейді. Біз сынаған кезімізде жүрегімізде тәкаппарлық болады. Біз қалай сынаймыз? Өзіміз жасамайтын нәрсемен сынаймыз. Осы бір адамдар мынандай бір әрекеттер жасайды. Мен оларды түсінбеймін, өйткені мен одан ақылдымын, мен одан жақсырекпін, мен одан жоғарымын. Меннен төмен адамдар ғана ондай әрекеттерді жасайды. Астарында осы нәрсе бар. Яғни тәкаппарлық. Бұл Аллах Тағаланың киімі. Кім бұған жақындайды екен, ол тез қорлық табады. Бұл дүниеде екі амал бар. Оны жасайтын болса, жазасы тез жетіп келеді. Біріншісі бұл ақил уалидайн, кеше айтқанымыз, ата-анаға ақ болу, ата-ананы ренжіту, ата-ананы көзінен жас шығару. Жазасын Аллах Тағала тез береді. Бұл адамның тәубеге дейінгі уақытын қысқартады. Екіншісі тәкаппарлық. Кімде-кім бұл өмірде тәкаппарланады екен, Аллах Тағала оның жазасын тез береді. Басқа бір күнә жасасақ, Аллах Тағала бәлкім тәубеге дейін бізді күтуі мүмкін. Тәубеге дейін жаза келмеуі мүмкін. Белгілі бір қияметке дейін тастап қоюы мүмкін. Өлгенімізге дейін қойып беру мүмкін. Бәлкім тәубе ететін шығар осы күнәсіне деп. Бірақ тәкаппарлық деген есікті ашады екенбіз, жазасы өте жақын келеді. Сол үшін Алладан сұрау керек, тәкаппарлықтан сақтану керек. Тәкаппарлықтан сақтанудың ең жақсы жолы өзге адамдардың амалдарына араласпау, сынамау, ешкімді өзіңнен төмен көрмеу. Барлық адам біз секілді Аллах Тағаланың құлдары. Барлығы адам біз секілді Алланың құрметті жаратылысы. Осы нәрсені ұмытпайық. Келесі сабағымызда иншалла оразаның сауабын кемейтетін тақырыптарды қозғаймыз. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін сіздермен оразаның 3 түріне өттік. Аллах Тағала осы бір кемел ораза ұстауымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.